Халенің аты негізі Залемен аталады. Хале, Зале деген Заледе орналасқан Хале деген мағынаны білдіреді. Негізі Германияда 2 Хале бар ғой. Бұл жерге адамдар жазда шомылуға келеді. Мына жерде жатады адамдар, пляж сияқты. Мұнда үйректер жүреді көп. Үйректер жүреді, сосын осы Заледе өмір сүретін айтпақшы бір жануар бар, нутрия деп аталады. Өзің көргенсің? Өзім көргем. Мына жерде жүреді, суға жанына келсең, олар негізі адамдар сәбіз әкеп тамақ береді оларға. Біз Пайсниц деп аталатын парктеміз. Оның Пайсниц деп аталатын себебі мұнда көлшік бар. Пайсниц дейтін. Ол жерден жаздың күні фонтан атқылап тұрады. Сол үшін осы паркты солай атаған. Хале деген Пайсниц инсель деп айтады. Кішкентай судың ортасында орналасқан арал сияқты. Макс Планк институты. Бұрын бір байдың үйі болған дейді. Бұл бұрынғы бөлігі. Одан кейін жаңадан қосқан. Макс Планк институты Германиядағы антропологиямен айналысатын осы институт бір ғана жер. Вообще Макс Планк институттары ол сеть барлық жерлерде бар. Ғылыммен айналысатын ең престижный институт болып есептеледі. Бізде мында антропология 200 шақты кажется антропологтар бар бұл институтта. Зерттейтін региондары Шығыс Европа, Европаның кейбір бөліктері, Африка және Азия елдерімен айналысады. Мықты неше түрлі теорияларды шығарған профессорлар, ғалымдар жұмыс жасайды бұл жерде. Күнде бір отырғанның өзінде бір маңызды адамзатқа қатысты маңызды мәселелерді талқылап отырады. Жай обед ішкеннің өзінде. Сондай күшті институт негізі. Сен бұнда не істейсің? Мен мұнда өзім диссертациямды жазып жатырмын қазір. Тоже үлесімді қосып жатырмын деп ойлаймын. Ethnicity studies, этносты зерттеу саласына. Бұйырса диссертациямды жазып біткеннен кейін жақсылап айтып беремін. Мына жерге не болған? Меніңше қарсылық шығар. Меніңше егер ол қара краскаларды олай шашса, не болуы мүмкін? Политический қарсылық болуы мүмкін, да? Әдейіден әдейі шашпайды ғой. Мүмкін бұл үйде бір адам тұрады, сондай осы жердің тұрғындарына жақпайтын политический шешім қабылдаған болуы мүмкін. Или болмаса, осы зданияны басқа бір мақсатқа пайдаланған шығар, өзгерді. И сол адамдарға ұнамайды, сол үшін краска шашып кетеді. Осы жерде бір не болған? Движение сондай, хази блайбт деген. Хази деген қалсын деген. Оның мағынасы, хази деген негізі бір ескі үй, осы халедегі тастанды қалған. И ол жерде осы жердің жастары, рок-культурамен қызығататын, альтернативный культурамен қызығатын адамдар барады да, вечеринка жасайды кешке. Жастардың уақыт өткізетін жер ғой. Сосын олардың бәрі не істеді? Көшеге шығып, демонстрация жасап, сол хази қалсын деген өздерінің ойларын көрсетті да. Даже терезелеріне іліп қояды, хази блайбт деп барлық жерде. Негізі халі немного жастардың движениялары көп, саяси мувменттері көп жүр. Бұлай қарасаң ойламайсың, бір өзімен өзі тұрған ғимараттар ешкім жоқ сияқты. It's a wide one, our love. You're in my head, in my heart, the beat in every passing car. Look my way, be my song. Tell me I'm the lucky one, staring at an empty screen, dreaming of a movie scene. Бұл машинаның ішінде отырып концерт көруге болады екен. Машинаның алды жоқ. Бүгін сондай керемет күн.
Зале өзенінің бойымен серуендеп қайттық. Желді, бірақ сонда да тамаша. Right now, you know I won't turn you down. You hit me like a hurricane. Baby, won't you say my name, my name? Біз қазір институтта жұмыс алып тамақ ішіп жатырмыз. Тек қыдыру емес, жұмыс. Библиотекадан шығып тамағымызды жеп қайтадан библиотекаға барамыз. Аптаның 7 күнінен 6 күні осы жақта өткізетін жеріміз. Айтады мама, 2 адам тамағыма дейді тамақтарымызды. Екі адам дейді. Нандарын ше, нан бар ма дейді. Нан бар десем, ой бұл кішкентай. No, I won't turn you down. You hit me like a hurricane. Baby, won't you say my name, my name? Should've known, should've known. Should've known better. Should've known better. Should've known, should've known. Should've known better. Диссертациямның 3-ші бөлімімен жұмыс жасап отырмын. Ол бөлімде не туралы жазасыз? 3-ші бөлімде қазіргі үйлену ритуалдар туралы қазақтардың арасында үйлену қандай этаптардан өтеді, сол жайлы. Сол барлық құдалықтан бастап, ұзатудан кейін екінші құдалық, одан кейін той, одан кейін жаңағы ресторанда болатын той жайлы, және ең соңында алып қашу туралы айтамын. Бұл 4-ші бөлім екен. 4-ші бөлімінде сол. Розенбургтан тамақ ішіп, түскі ас. Қайттан институтқа жұмыс жасауға бара жатырмыз. Бүгін күн бейсенбі. Қаздар бар. Әлемнің танымал қаздары ғой ол. Анау артында тұрған музей. Шын қаздар жоқ, бірақ өтірік қаздар бар. Шын қаздар дейін шығады. Бізде көктем бүгін. Ақпанның 21-і. Ауа райы жылы, жаңбыр жауады деген, бірақ жоқ. Әлі жылы болып жүр осы жылы. Бүгін Эндира екеуміз, бүгін Брокин, Иә. сонда жүрген. Күшті табиғат, әлі қар бар бұнда. Табиғаттың иісі күшті, мына жақта кішкентай өзен ағып жатыр. Ақтар еріп жатыр, көктем келе жатыр деген. Иә, мында ағаштар кесіп тастапты. Таудың жоғарғы жағына шықтық. Бұл жерде аппақ. The beat in every passing car. Look my way, be my song. Tell me I'm the lucky one. Staring at an empty screen, dreaming of a movie scene. Табиғат шіркін керемет, өте әдемі. My name, you can't hide the
my way, everything I want right now. You know I won't turn you down. You hit me like a hurricane. Baby, won't you say my name, my name? You're in my arms, make me wait. Filling up all my days. You're in my view, you're in my frame, and every Polaroid I take. Staring as you walk right